Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге өте дәмді, оңай дайындалатын пирожки рецептімен бөлісетін боламын. Қант, тұз, дрожж жақсылап араластырып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Май, тұз саламыз. Дрожжымыз дайын болғанша. Су бізде қатты салқын емес, жылы болу керек. Қамырымыз дайын болып көтеріліп ажығанша біз картошканы суға қайнатып пісіріп аламыз. Біздің картошкадан жасалған пирожкіміз дайын болды. Сіздерге ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Айка Рахматулла. Рахмет.